Қазіргі таңда біз жастарды әскерге шақыру бойынша үгіт-насихат жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Бүгінгі іс-шарамызға қарулы күштер ардагерлері, Алматы қаласы Алмалы ауданының қорғаныс істер жөніндегі басқармасының әскери қызметшілері және Алмалы ауданына қарасты жастар комьюнити орталығының өкілдері және әскери институттың өкілдері қатысты. Бұл іс-шарамыздың басты мақсаты жастардың бойында патриоттық құндылықтарды қалыптастыру, әскери қызметтің артықшылықтары мен маңыздылығы туралы ақпараттар тұру, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің оң имиджін нығайту мақсатында жүргізіліп жатыр. Алдағы уақытта осындай патриоттық іс-шараларымыз оң нәтижесін береді деген сенімдемін. Күнделікті өмірде ешқандай ұрыссыз, керіссіз, ешқандай қылмыс жасамай, тәртіп бұзбай мемлекетімізді көтеру әр азаматтың, әр азаматшаның өзінің міндеті. Сол міндетімізді адал атқаруға, сол міндетімізді жақсы көрсетуге, еліміздің ауызбіршілігі мықты көрсетуге барлықтарыңызды, барлығымызды соған шақырамын.